Желде өрт сөндірушілердің жұмысын көрсетіп жүрген Елдос Нұртазаев Семейлік өрт сөндіруші күнделікті қызметін видеоға түсіріп танылды. Семей қаласы номері 7-ші өрт сөндіру бөлімінің қарауыл бастығы Елдос Нұртазаев қонақ айдарында. Бүгінгі жұлдызды қонағымыз әлеуметтік желі арқылы танымалдылыққа ие болған жан, Семей қаласы нөмірі 7-ші өрт сөндіру бөлімінің капитаны және сонымен қатар қарауыл бастығы Елдос Нұртазаев. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Сәрсенбінің таңын біздің тыным таппай. Осы концерттің бір ерекшелігі сахна төріне өзіміздің семейлік азамат, өрт сөндіруші, біздің қауіпсіздігімізді қорғап жүрген азамат, Елдостай азамат сахна төріне шақырайын, құрмет қошеметтеріңізбен. Демалмай күндіз-түні тыным таппай, еңбек етіп кетті уақыт құры жатпай, жүрген жерім жақсылықпен болмады. Абай облысындағы өрт сөндірушінің жаңбыр сұрап дұға жасаған суреті тарады. Бұл суреттерді өрт сөндіруші Елдос Нұртазаев Instagram парақшасына жариялады. Құтқарушы маманның алақан жайған кадры ел жұртты да ел жүретіп жіберді. Жылы Алматы қаласындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінде тәмамдаған. Баршаңызға қайырлы күн. Мен Нұртазаев Елдос Нұрдәулетұлы 1992 жылы Абай жерінде дүниеге келдім. Қазіргі таңда Семей қаласының 7-ші өрт сөндіру бөлімінде қарауыл бастығында қызмет атқарудамын. Бұл салаға ең алғашқы 2016 жылы Бородулиха ауданы Бородулиха ауылы нөмір 12-ші өрт сөндіру бөлімінде бастаған болатынмын. 2021 жылдан бастап Семей қаласы нөмір 7-ші өрт сөндіру бөлімінде сол лауазымға тағайындалдым. Негізінен Қазақ ұлттық техникалық университетінде мұнай-газ мамандығы бойынша білім алдым. Әлемде әртүрлі мамандық атауы бар болса, соның ішінде нағыз ер азаматқа тән батылдыққа қажет ететін ең қауіпті мамандық ол әрине өрт сөндіруші қызметі. Өрт сөндіруші ретінде отан алды ант бергендіктен өзімізден бұрын адамдардың өмірін сақтап қалу ең басты міндетіміз. Жұмыс барысында әртүрлі оқыс жағдайлар орын алып жатады. Оған қарамастан жұмысын алға басып, ілгері жүру халықтың ризашылығы деп білемін. Себебі жұмыстан тыс уақыттарда көмекке мұқтаж адамдарға қол ұшын созып, қайырымдылық игі іс жасап, олардың алғыстарын алуға тырысамын. Осылайша еліме адал қызмет етіп, халықтың қарғысын емес, алғысын алу басты міндетім деп білемін.